сенде мына қолыңдағы күш ол табиғи күш десек бола ма? Енді өзім нақты айта алмаймын. Менде күш көп деп қойлай, қолым спортшылар болады, қол ауыр деп айтамыз. Сол сияқты біреулерде табиғи күш болады, біреулер өсе келе күш жинайды деген сияқты. Мен өзімде қолымда күш көп деп айта алмаймын. Мен ондай спортшылардың қатарына жатпаймын. Менің қолымның мықтылығы ол тайминг пен точность деп айтуға болады. Өзім солай ойлаймын. Себебі қаншама спортшыларды танимын, достарым, бауырларым, тағы да басқа спортшылар бар. Қолдарының ауырлығы бірден сезіледі. Спарринг жасаған уақыттарда, басқа да уақыттарда бірден сезіледі, білініп тұрады. Қол ауыр, қазір тисе құлап қалатын. Менде ондай күш жоқ. Менде сол точность пен таймингтің арқасында Аллахтың қалауымен жеңіске жетіп жүрмін.